Одан кейін қызметке келетін кезде ең үлкен қызмет ол имамдық. Біліңіздер, ең үлкен қызмет ол имамдық. Неге? Өйткені имамдықта сізде мінбер бар және михраб бар. Мінберде бірінші алғашқы тұрған кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Михрабта тұрған кім бірінші? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сіз былайша айтқанда пайғамбарымыздың мінбері мен михрабын аманат етіп алып, сол пайғамбарымыздың мінбері мен михрабында тұрсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бір адамды Алла тағала сенің себебіңмен хидаятқа бастаса, бұл сен үшін бүкіл дүниеден қайырлы дейді. Ал енді жұмада сіз уағызға шыққан кезде Алла тағала сіздің алдыңызға қанша адамды жинап әкеліп береді. Уағызыңыз жүрегіңізден шығып, біреудің жүрегіне жетіп, ол тура жолды тапса, бүкіл дүниеден сіз үшін қайырлы. Одан кейін ол барып өзінің бала шағасын үйретеді. Кейін бала шағасынан үлкен ғұламалар шығып жатса, соның барлығының сауабы кімге барып тұрады? Соған себепкер болған сізге барып тұрады. Сізге себепкер болған сізге барып тұрады. Ғұламаларымыз айтады ғой, үмбеті қандай амал жасаса, одан кімге барып тұрады дейді? Пайғамбарымызға барып тұрады дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмбетінің хидаятқа келуіне себепкер болған. Иә? Сіз амал жасайсыз, пайғамбарымызға барады. Сол үшін де біз ешқайсымыз құлшылығымызбен пайғамбарларға жете алмаймыз. Сахабаларға да тура солай. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың жанында көмекші болып осы дінді жеткізуде сахабалар жүрді. Сол үшін де сахабалар да сіз бен біздің осы бүгін осында отырғанымызға себепкер. Сіз Құран оқысаңыз, оларға сауап барады. Сіз намаз оқысаңыз, оларға да сауап барады. Өйткені олар сол нәрсеге себепкер болды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ухуд тауындай садақа берсеңдер де, сендердің Ухуд тауындай садақаларың пайғамбарымыз сахабалардың бір уыс садақасына жетпейді деді. Сол үшін де имамдыққа келген кезде, әсіресе бағанағы ауыл жерлерге бар, сол жерде қызмет ет деген кезде қиналмай бару керек. Сіздің сынағыңыз сол болар. Кейін Алла тағала ары қарай жеңілдетеді, ары қарай жолыңызды ашады, ары қарай тағы басқа да мүмкіндіктер болады. Бірақ бірден жоқ, мен бағанағы қаладағы үлкен мешітте ұстаз болуым керек, наиб болуым керек деп үйтіп талап қою орынсыз. Сіз бағанағы сынақтан өтуіңіз керек, сыналуыңыз керек, нәпсіңізді тәрбиелеуіңіз керек. Мен кейде бір имамдарға айттым да, бір имам кісілерге айттым. Мешітіне барсам, қызметкері шықты, қырағаты нашар. Соны айттым еді, бір нормально қызметкер алып, имамдыққа шыққан кезде Құран дұрыс адам оқысын да десем, әлгі имам кісі айтады, қанша сондай университет бітірген, медресе бітірген түлектер келді дейді. Келеді де бір ай жүреді, айлығы аз мешіттің, шыдай алмай кетіп қалады деді. Сонымен біреуі бағана Мәкең айтқандай гид болып кетеді, біреуі тағы басқа, біреуі өзі енді бітірген платный сабақтар сата бастайды. Әбден көріп алған ғой сондай сабақ сатып жүргендер. Сөйте бастайды дейді. Ал мына кісілер дейді, бәріне шыдап жүріп өтіп, енді артында еріп жүрген жамағаты бар, білімі онша болмаса да. Бұлар мешіттен кетпейді, тұрақты дейді. Қанша шәкірт солай бітірген келіп кетіп қалды дейді. Бірден келіп, маған 200 мың айлық бер, 300 мың айлық бер деп, сен бірінші қызмет ет, кішкене өзіңді дәлелде, төңірегіңде жамағат қалыптассын, ұстаз деп құрметтейтін, мешіттің жамағаты қалыптассын. Сол кезде болады ғой деп әлгі имам айтып жатыр да. Сен солай өзіңді дәлелдеуің керек. Мен әзілдеп айтам, Қайрат Нұртаста бірден 7 миллион сұраған жоқ қой деп. Басында ол да бір арзан бір жерде кафелерде бір жерде өлең айтып жүрді ғой, кейін атын шығарып алғаннан кейін гонорарын пәленше деп шықты. Дұрыс па? Сол сияқты баста қиындықтан өту керек. Ол кезде сынып қалып, ой, одан да үйтейін, бүйтейін деген нәрсе болмайды. Өйткені бұл дінге тікелей қызмет ететін орын бұл мешіт. Тікелей қызмет ете аласыз. Қанша халыққа уағыз насихатыңызды жеткізе аласыз, қанша халыққа намаз үйретесіз, Құран үйретесіз. Сол үшін де иншалла сол нәрсеге қазірден ниеттеніп қояйық. Мен иншалла дінге қызмет етемін, басқа жаққа кетіп қалмаймын. Иншалла ықыласпен, жақсылап, сабырлықпен, кішіпейілдікпен білім аламын деп қазірден дұрыстап ниет етіп қойыңыздар.
және соған жараса әрекет етіңіздер.